Assalamualaikum. Kurban ayt. Ayt namazı. Көмекке мұқтаж жандарға үлестіріп, олардың да ақысын беріп, қуанышқа бөлейді. Өйткені Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, парыз амалдан кейінгі Аллаға ұнамды іс мұсылманның жүрегіне қуаныш сыйлау деген. Сондай-ақ айт кезінде орындалатын сауапты істің бірі шынайы ниетпен құрбан шалып, құрбандық етін жетімдерге, көп балалы отбасыларға мен мұқтаж жандарға, көршілерге таратып, олардың алғысын алу. Құрбан айттың тағы да бір негізгі мәні мұсылмандар арасында өзара мейірімділік, жомарттық, қайырымдылық, қанағат сынды адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру. Сондықтан Алланың рахым нұры төгіліп. Қазір қойды алсаң өздері сойып, басын етіп, шек-қарын ашып береді. Бір қой, семіз қой, ау. Мә, бөліп алыңдар. Ал, айттықтарын қал. Бөлсіңдер. Бөлсіңдер. Шустыр екен. Бұйыртса құрбан айтқа қазір бауырсақ пісіреді келіншегім. Заведующий басқа что ли говорить? Ешкімнің қолынан ешкімнің тиген жоқ көне. Ondan çok bir otursun bakalım. Come on. Sittiriz mi kare? Жақсы. Айда тапшан. Қайсек. Не көйдек бағана қайрат. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Они.